Қазақ елі, біз мынау ұстазымыз Әбжапар ағаның үйіне келіп тұрмыз. Кеше осы алдымыздағы жексенбі күні бұл кісінің үйі бір себептермен жанып кетті. Бұл кісі біздерге өмірде үлгі болған кісі, қанша қоғамға пайдасы тиіп, қанша қаражат ұстап жүрсе де өзінің үйіне ешқандай қаражат жаратпағанын біз осы видеода аңғаруға болады. Қазір Әбжапар ағаның үйі, мына жерде алдын үйі болған. Ол үйі кеше бір себептермен жанып кетті. Қазір енді біз иншалла сол ұстазымыздың жанына көңілін сұрап кетуге келе жатырмыз иншалла. Өздеріңіз куә болыңыздар енді. Қалай? Астана кеншілеріміздің тамақ істейтін орындары, қарапайым сол бұрынғы күйінде. Иншалла. Мына жерде осы жерде үй болған. Осы жерде. Ол кісі өз қолымен салған ғимараты болған. Қанша рет ол кісіге үй салып береміз деп ұсыныстар болған кезде де ол кісі мен осы үйде, иншалла осы жерде өмір сүремін деп, өзіне осы үйді лайық көріп, ақыреттің жақсылығынан үміт етіп жүрген ұстазымыз енді бүгін ғимараттар бір себептермен жанып, біздерді бәрі сүртіп тастадық. Енді ары қарай Әбжапар ағаның ары қарай өзімен сұхбат құрамыз. Қалай не болатынын ары қарай білерсіздер иншалла. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллах субхана ва тағала пенделерін малын алып, жанын алып, денсаулығын алып сынайды. Альхамдулилля, бізге келген мына бір мұсибат, мына үйіміздің бір сағатқа жанып кетуі. Бұл жерде 4 келін тұратын еді. 4 келіннің жүктері ішінге сықамастан жанып кетті. Альхамдулилля, балдар аман, немерелер аман, бәрі аман. Атам қазақ айтады ғой. Жанымнан малым садаға, арымнан жаным садаға деп. Алхамдулилля. Жан садаға бәрі аман. Бұл үйді 84 жылы салып осы жерге 30 октябрьде көшпегенбіз. Ол кезде бұлай жол, бұны огород жоқ еді. 3 жақтама жол. Абдығаппар мен Әбсаттар лай істейді. Мына отырған алдындағы мәуліді әйелім темір қалып бар, 3 қалып, 20-да 40, соны майлап тұрады. Бір краздан 450, 40-та 20 ғыш шығады. Мен жерді ойып қазып, 500 болады. Соны бір 2 сағатта құйып тастаймыз. Сонымен Абдығапар Әбсаттар мен әйел бәріміз барып келеске шомыламыз. Бұлаққа шомыламыз. Түстен кейін тағы лайық қоямыз. Осы үйдің ғышын бір аптаның ішінде құйып едік. Ағам сенбі күндері келіп жігіттерімен келіп Әбшүкір ағам қалаған. Қоңыратта Алхан деген ағамыз болды. Сол Ашырбек деген ағаларымызды бәрін жиіп келіп өседі. Асармен біткен үйіміз. Бұл үй сол күйінде қалды. Негізгі пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламға сахабалар келіп, я Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям, үйлеріңізді мақұл енді, бірақ мені бір қонақ үй істейік. Патшалар ислам дініне кіріп жатыр дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, егер сендер сапарға шықсаңдар, жолда түнегендеріңде үй салып, асхана, майхана саласыңдар ма десе, сахабалар, я Расулаллах, бұл бір күндік сапар болса да, біз керуенбіз ғой, оған шатыр құрамыз, аттарды ағаштарға байлаймыз дегенде, мен де бір керуенмін. Кім Құдай үшін келсе, міне үйім,
Құдайшымыз кете берсін деген хадиске лайықтығы мен үйді жөндеген жоқпын. Атам мен анам біздің үйге келіп тұратын болды бізде, міне де мешіт жақын болғаннан кейін. Мына отырған менің анам, бұл кісі Шыңғыс хан тұқым болғаннан кейін жақсы үйді жақсы көреді. Мен мына үйде тұрмаймын дегеннен кейін зал жанындағы үйлерді 17-ге 5 3 бөлмені әдемілеп әзіргісі Европадай қылып бәрін орнына қойып беріп едім. Анам көп тұрмады. Бұл кісілерге бөлек үй салып бияға шығардық. Бұл үйлерге мына отырған 2 қабатты үйде қабатқаны бұның бар ағаш әшейін. Шешем бұл құлап қаладың үй дегенде, ай шеше бұл Қазақстандағы барлық үйді құлаттырып кейін құлайды деп едім. Себебі гипс-картонмен қып қойған. Өнерге оқудан балдарым келген уақытында 4 келін бияға жатты да, үйім әйеліміз екеумізге үйім болғаннан кейін мынаны сасам, шешем бұл құлап қалатын ғой деп еді. Жақсы үй жанып кетті да, біз құлап қалатын альхамдулилля тұрды. Бұл үйлерде Орта Азия Қазақстанға ұстазы қалған шәкірттерінің бәрі әзір жүрген, Хакимжан Қары ұстазымыз еше жатты. Орта Азия Қазақстанның ақырғы мүфти болған Мұхаммад Садық қанша уақыттар өселе келіп кетті. Ол кісіні мен шақырсам келе беретін еді ғой. Осы жерге ақырғы келуінде сен бұның генералдары, сен кімнің үйіне барасың деп білесің ба? Бұдан кейін бармайсың деп қойған, соған сен альхамдулилля бұл кісілер келген. Бұл үйдің өте құндылығы Әбдіғапар менің қолымда болды. Бір күн Әбдіғапар еңкейіп жүре алмай қалды. Оны врачтарға алып барса, врачтар брюшной тип дейді. Енді біз әскерде болғанбыз ғой. Ай осы брюшной типті емес ау. Бір ай ауқат жегізбей қойды. Әкемден сұрадым, әке Әбдіғапарды маған берсеңіз. Менің қолымда болса. Әкем бергеннен кейін оны Маштауат деген Ташкентте өте мықты сынықшы бар еді. Сол кімнің төбелесін деп бір ұрғанда 4 қабырғасы салып қалды. Содан кейін Әбдіғапарға өселде ойланып, не қылсам екен? Түрінеп қылдырсам, қылдырмасам, қылдырсам біреу дұрым майып қойса, қылдырмасам өзім мүгедек болса. Деп осы жерде Әбдіғапарды түрінеп қылдырғызды. Себеп жаттығу қылуға, қылдыруға мүмкін емес деп қол қойып келгенбіз. Өселде альхамдулилля жаттықтырдым. 30-40 бала келеді. Бірінші бәріне сабақ беремін, осы үйде сабақ береміз. Мен жоқ болсам, әйел сабақ береді. Бір күні Мұхтар деген жақынымыз айтты, жеңге, біз сізден сабақ алатын деп қой деп. Енді мен бар жас балалар, Әбдіғапардың құрбы құрдастары. Солардың бәрі осы жерде сабақ алып, ең бірінші сабақты осы үйден бастағанбыз. Ең бірінші медресе осы үй еді. Бұның мен үшін бір құнды болғандығы. Қанша балаларымыз келіп, осы үйді бұзып, қайтадан кәте шығып біремін деп қаншадан келді маған айттым. Жоқ, балалар болмайды. Жолдас деген бір женім, нағашы мына үйдің барлығын мен бұзайын да, сізге сіздің атыңызға алайық үлкен бір кәте шығып бірейін дегенде, сен сол ақшаны маған бер. Сен ол ақшаны алып медресе сабақшың, медресеге жұмсамақсың ғой деген еді. Иншалла бұның сондай құндылығы, бұл жер бірінші медресе болған осы елде. Осы елдің балдары иншалла оқыған және Андижан, Наманган, Фарғанаға жіберетін балдардың бәрі осы үйде әйелдің қолында ауқат жеп, барлық осы жерден біраз болып кететін еді. Ал енді жаңағы анама қылған 3 үйде 20 жылға жуық қыздар оқыды. Әйел бәрінің сабағын берді, бәрін не қылдырды. Бір күні Марғұландыда Хакимжан Қары ұстазымыздың қолында қыздар көп оқиды ғой енді. Қыздардың ұстаздары келеді. Ай Қазақстанда да Әбдіғапар қазақтың әйелі қыздар оқыды екен. Елде қандай оқиды екен деп, сол Фарғана, Өзбекстаннан 10 шақты ұстаз әйелдер келеді ғой. Келіп қараса, қыздар ең жақсы үйде, залда, випте бәрі жатыр. Үйдегі барлық жақсы көрпішілердің бәрі солардың астында. Ана Өзбекстаннан келген ұстаз әйелдердің ақылы кетіп қалады. Ой, сен қандай ақымақ әйелсің сен? Бұл қыздар деген бұның қадірін біле ма?
Ол зал дегенге ең қадірлі қонақтар ғана болады ғой. Бұлар да мақаған жанына, асқан жанына бір кішігірім временке ағып ұстаймыз біз олардың бәрін. Дейді ғой. Сонымен ол, әлхамдулилля, бұл біздің әйелдерде сол оқып жүрген қыздардың бәрі біледі ғой. Олай бір баяғы советтің уақытында 60 елінде шыт болатын еді. Одан баса көйлек киген емес. Біздің балдарымыз шекер жеген емес. Қашан медресенің балдары жегенде ғана олар жеттеп жегілдірмегенбіз. Бәріміздің қазанымыз бір. Сонда Хакимжан қарының Абсалам деген баласы бар еді, рахматлы, қайтып жүріп кетті. Өте ғалым адам еді. Соған барып әйелдері айтады ғой, оны біз қазақтардың, Абжапар қазақтың әйелінің сабақ бергенін көріп келдік. Ол енді қандай нәрсе, ең мықты үйін оқып жүрген әшейін сырдан, ойдан келген қыздарға беріп қойыпты. Ай, мынау біздің өсерде қанша қыз болатын болса, ол жерде оқып жатқан қыздар олардың үйлеріне кіре алмайды екен, жақсы үйіне, олар шетте жаңағы құжырада оқиды екен ғой. Сонда Абсалам келіп маған, Абжаппар, мен сіздің әйеліңізді көрмегенмін, бірақ әйелдерімізден естіп, сіздің әйеліңізді өзімнің қызымнан да, қарындасымнан да артық жақсы көріп қалдым. Сондай әйел бар екен Әлия. Әйелдерімді қатты ұрыстым. Сендер де оқыдың деп жүрсіңдер. Сендер де оқыдың деп жүрсіңдер. Сендер де адамын деп жүрсіңдер. Абжаппар қажының, әйелінің етегіне барып намаз оқыңдар сендер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кімде-кім білімізді үйінен шығатын болса, Алла субхану ва тағаланың рахмет періштелерінің қанаты сол оқушының, іліміздеген адамның аяғын астында болады деген ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қайсы бір адам ілімізді үйінен шығатын болса, аспандағы құстар мен судың ішінде балықтар оған жарлық тілейді деген ғой. Кімде-кім Алла жолында білім іздеп шығатын болса, Алла жолында хажға барғанда сауапқа неге ғой. Ең үлкен қонақ оқып жүрген студенттер ғой. Алла жолында оқып жүрген ұл қыздар ғой. Сендер сонша білім алып, сонша неше жылдардан бері қыздар оқыдық. Және исламмен сусындаған Фарғанадан Хакимжан қарының шәкірттері болып тұрып, сендердің пікірлерің сондай болды ма? Ұстаз қыздардың ұстаздан қатты ұрыстым. Сіздің әйеліңізге көп дуа қылдым деді. Мен енді Мәулдаға әйелім айтам ғой. Мәулда, сен ештеңкеңді қызғанбадың. Бәрін беріп қойдың Алла жолында келген қыздарға. Алла Тағала саған 5 жылыңды да молда қари қылды. Әсіресе Зайнул Абидин бірінші орында бір рет қатымға өтті, рахматулла. Абжаппар ата бізден де бір қари шықты ғой. Зайнул Абидин өте бір өзі өтіп берді, керемет өтіп берді қатымға дегеннен кейін Мәулде екеуміз, анасы екеуміз Умарада едік. Бір жігіт сіздің дем салып бата қалғаныңыздан кейін жұмыстар жүрісіп кетті, тағы бата қалыңыз деп $10,000 беріп еді. Соны алдым да, өзімді ақшасы емеспін ғой мен. Жаңаға жүр енді бір, мына балаң енді қари болды, соның анасысың ғой сен. Бір алтын ағын десем, мен алтын тақпайын деді ғой. $10,000 алтын асайшы. Кейін қоймастан мен $1000 алтын алмағаннан кейін соны әпердім. Алтынға дүниеге қызыққан жоқ. Әлхамдулилля, Алла соның үшін сол балдарды сондай Алла жолында қызмет қылғандығы үшін негізі перзенттердің ғалым, қари болулар анасынан болады. Себебі перзенттерге ана көп дуа қылады ғой. Міне біз азанда кетеміз, түнде келеміз ғой. Сонда Зайнул Абидин мені 10 қираттан Кубра Суғра дейді екен, жазап келді. Арзым айтын уақытында Халид 5 жылда Асқар Шарипті университетін бітіріп,
Kızlığa bitirip çıktı. Және сүйелдегі шайықтардан Ханафи мазхабындағы барлық кітаптардан ижаза, ұстаздық қылуға ақысы бар деген ижаза алды. Әлхамдулилла, енді бұл үйлердің ең құндылықтары, бұл үйлерде біз түнімен тақажы намаздар, құрандар оқып шыққан үйлеріміз. Мен үй болғаннан кейін осы ауылға сабақ беремін. Советтің уақытында бәріміз жұмыс істейміз, 6-дан кейін сабақ беремін. Түнгі сағат 1-2-ге шейін группа сағат өріп келемін. Әлхамдулилла, сол күндер ең бір қуанышты, бір бақытты күндеріміз. Жастық, дінге қызмет қылатын, ұйықтамай өткен түндеріміз осы үйде өтіп еді. Әлхамдулилла, 5 жыл болды, мен 5 жылға әлі біреуіне үй салмаппын. 60-ға жас келді, балдар кетті, Закарияның 2 ұлы қалды, сол 2 ұлына әлерден фундамент қойып едім. Бұл үй салу деген әлі қайалыма келмеген. Мынау соншалықты үйді бұл жамбағанда мен бұл бұзбайтын едім. Себебі бұның мен үшін әлхамдулилла ең бірінші медресем, ең бірінші қыздарым, балдарым оқыған жер. Осы жерде балдарым бәрі тәрбие көрген жер, иншалла. Соның үшін бұл маған өте бір құтты, берекелі, өзім бір жақсы көретін жерім еді. Әлхамдулилла, әсіресе ағайын 4-еуміз сағамыз бұл жерді. Иншалла, бұның соншалық бұзылмай тұрғандағы себебі молла ораз осы еді. Әлхамдулилла, мынау медреседегі негізгі мал 3 көтір теплицам, 2 отопление, қанша егіндік жерім, 1,5 гектар бидайлар егіп қойдым, 6-7 мың қойлар. Бұның бәрі өзімдікі негізі. Ешкімнің маған берген мал емес. Бірақ осы малдың бәрі мен өзіме жейтінім ғана сарықыл қалғанның бәрін мал Алла жолында бергенмін. Мына көлдегілердің барлығын балам мына жер сен елдіке, мына теплицаны сен елдіке, бірақ мынау медресеге түсетін үлкен байлықтардың бәрі ол уақытке. Ертең менен кейін осы медресеге сарып қалды нәрсе деп Дінмұхаммед балама көп дайындаған. Әлхамдулилла, әр нәрсені фундаменттен бастаса өте әдемі болады. Сол үшін билейкенде де мен неше жыл 10 гектар, 15 гектар, 20 гектар, одан кейін көбейтіп әзір 1,5 мың гектар бардым. Малды да 70-ден бастап, 80-ден, 100-ден бастап, себебі бірден мына ауызға шимайды. Кімде кім кәсіп қылам дейтін болса, біреуден қаржамастан аз жеп, атам қазақ айтады ғой, тарта жесең тай қалар, қоя жесең қой қалар, қойма жесең не қалар дейді. Ұқыпты қылатын болса, барлық адам бай болады. Себебі Алла тағала ниетке қарап бәрін бере біледі. Осының мына құрылыстардың барлығында, әлхамдулилла, әзірге бүкіл техникалар барлығы нәрсеміз біздің бар, иншалла. Құрылыстың бәрі жүріп жатыр әлі, иншалла. Соның қатарында біраз бауырларымыз ақша жіберіпті. Оларға рахмет, негізі олардың ақшасына мен мұқтаж емес едім, бірақ бауырлар енді жаңа бірінен кейін бір енді мұсылман бауырлар ғой, енді әлхамдулилла, бәріне рахмет, иншалла. Саған мінерден енді балдарымның жаңағы Закарияның балаларын үй салатырмын еден, ал мына 3 балаға басқа жер не жоқ қой, енді бәрі медресе жұмыс істейді. Соның үшін 3 қабат қылып, біріншісін 1 балаға, екінші қабат 2 балаға, үшінші балаға не қылдырып, бастауын не етіп отырмын, иншалла, алхамдулилла. Біздің 1 гектардан көп огурціміз пісіп тұр. 1 гектардан көп баклажаным пісіп тұр, алхамдулилла. 1 гектардан көп қофындайым, иншалла, одан кейін біз сейіндеп тұр. Бар нәрсеміз бар, иншалла. Бірақ енді біз бұл ықтияж уақытында ғана өзімен сарып қылам. Болмаса, мен ол ақшаларға қараған емеспін. Себебі барлығы медресенің бухгалтермен есеп қылатын нәрсе. Соның үшін алхамдулилла, тағы бір адамдар не қалмасын. Мен өзіме тоқ адамын, иншалла, Құдайға шүкір. Бірақ енді мынандай жерде Алла үшін жәрдем берсе, артық ақшаны бар, медресеге сақтай береміз.
inşallah. Barыңızga köңül bulaşıp atkan köңül aytıp adamlar telefon tanırmay atar. Жатса мен де демайынсам да осындай басыңызға қайғы түсті. Бұлардың бәрі қайғы емес. Төрт елдің жүгімен бәрі бітетін нәрсе. Ең қайғы нәрсе адамның имансыз кетуі. Ең қайғы нәрсе Алланы танымай кету. Ең қайғы нәрсе маңдай саждаға тимей кету. Майлы Қожаның сөзі бар, малдан да кедей 5 күндік, иманнан кедей жаманды дейді. Соның үшін, машалла, естіп атқан барлығыңызға рахмет, иншалла. Иншалла, медреселерге қарасыңыздар, иншалла. Менің мынау неме, иншалла, дуа қылып тұрыңыздар. Бұл қылынған үйде, иншалла, мына үйім сияқты медресенің бір бөлігі болсын. Я Раббым, мына үйімді салысқан бауырларым рахметін ал. Әбшүкөр, Әбшаттар Абдығаппар, Арайым әкемді, Үрзада қарындасымды, Закария баламды, Убайт әлімді, Раббым, осы үйге бас болып келген атамның інісі Архан көкемді, оның жанында сүйенішпаған Ашылы көкемдерді, осы үйге қарасқан барлық мұсылмандарды, және осы үйге тәрімаған қыздарыма, ұлдарыма хидаят бер, Раббым. Өткенлеріміз рахметің ал, Раббана Карим. Сен разы болған. Сенен разы болғандардың жолын бер. Сенің жолында сарқылатын бізге ғұмыр, ұрпақ, мал-мүлік, денсаулық бар, Раббана Карим. Бұл қылатын үйімізді біз үшін, ұрпақтарымыздың қияметке шейін құтты берекелі қыл. Раббым, сенің сүйікті пайғамбарың, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, мен үмметтерімнің тауға, тасқа, бұтқа құлшылыққа тілеп қорықпаймын. Мен үмметтерімнің дүниенің құлы болады деп қорқамын деген. Раббым біздерді дүниенің құлы қылма. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Биллахи мина шайтанир-раджим. Әуел мына келіне көңіл жүзге кеңдер. Менен бір шөбірек құдайлар көпшіктерін қызығын көріңдер. Оттан, апаттан жаман көзін асырасын. Өзің осы жүрге мысалы бүткіл мәуені жеуді Алла тағала нәсіп қылсын саған. Істеп алсын, неғып алсын, мегнат қылсын Алла тағала көріпті. Біз дуа қылып жатырмыз. Мына медресе, мына тамды салайын деп жатырмыз. Құтты баянды болып, өшірді өсіп өніп кететін келіндер, балдар, қарлар, нелер шығуды. Солардың қызық шөберелердің қызығын Алла тағала көруді нәсіп. Ішімі тұмаңыздаршы. Жапар, насайылық тамдарың құтты болсын. Оқыған намаздарың, тұтқан оразаларың қабыл болсын. Әр уақытта жақсылық болсын. Жамашылық болмасын. Бәуілдек ең жүзге келіп, шөбірешіп жөңін көріңдер. Әр уақытта жақсылықтарыңды ойлап күліп жүре берді Алла нәсіп қылсын. Аллаху акбар. Алла өмірің ұзын болсын. Иншалла. Келімі келінде жол езді айтты құдалықта. Келі тақырып тәсін. Бақаласа иншалла. Келі, айтты еттіңіз ғой. Бұлар менің 10 кіраттан езадан Зәйләбинімнің бұл қыздары ғой, мынау Рухия. Бұндай аппақ, бұндай сұлу қыз әлемде жоқ. Менің ақ қызым бар. Бұндай аппақ батыр бала Абдрахим деген бұл менің ақ бала.